Сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздер өте дәмді әрі жұмсақ етті бәліш дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын алдымен лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге ең алдымен ұн керек, сары май және қаймақ, ас содасы, тұз және 9% уксус қажет. Енді ұнымызға бірінші сары майымызды біріктіреміз. Жақсылап араластырамыз. Кейін қаймағымызды саламыз. Уксусымызды құямыз ас содасына. Және де шым-шым тұзды саламыз. Осылардың барлығын салып, жақсылап қамырлаймыз. Енді қамырымызды 30-40 минутқа тындырып қоямыз. Қыздар, енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге картоп, жуа және де тауық еті керек, ұсақтап туралған. Салмасы өз қалауларыңыз бойынша. Ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Және де мен ұсақтап туралған тауық етін алдым. Өздеріңіз білесіздер, ет алсаңыздар да болады, фарш. Және де дәмдіктерімізді саламыз. Қара бұрыш. Және де түрлі дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Мен укроп қосып жатырмын. Және де шым-шым тұз. Енді жақсылап араластырамыз. Қыздар, міне біз қамырымызды тындырып алдық. Енді біреуін кіші, біреуін үлкен қылып, екі бөлікке бөліп аламыз. Кіші бөлігімізді алып қоя тұрамыз. Үлкен бөлігін домалақ формада жайлап жаямыз. Жайып салдым пергамент қағазға. Пергамент қағаз болмаған жағдайда астын майлап, қамырымызды орналастырсақ болады. Міне енді мен салмамызды салам. Қыздар, міне салмамызды салдық. Енді жаңа қалған кішкене қамырымызды жайып, бетін жабамыз. Міне қыздар, осылай бетін жабамыз. Қыздар, міне біз салып, жан-жағын өріп шықтық. Енді шамалы ортасын пышақпен кесіп, үстіне жұмыртқа жағып шығамыз. Міне қыздар, енді қызып тұрған 180 градус пеште 40-50 минут аралығында пісіріп аламыз. Қыздар, міне біздің пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, өте дәмді, жұмсақ ас болсын. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.